Сәлеметсізбе құрметті домбыра үйренгісі келетін жан. Қазақтың ұлттық өнерін насихаттайтын арнаға қош келдіңіз. Бүгін сіздерге өздеріңіздің өтініштеріңіз бойынша қазіргі таңда көп айтылып жүрген хит әнді, яғни Жұпар Сыздықованың орындауындағы «Өз жүрегіңмен ұялмайсың ба» атты қазіргі таңдағы танымал әнді домбырада толықтай тартып үйрететін боламын. Сондықтан видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіз. Ал егер сіз менің каналыма жаңадан қосылып отырған жан болсаңыз, дәл қазір видеоның астында тұрған подписаться деген сөзді басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Себебі әр апта сайын осындай танымал әндерге, қазақша әндерге, сіздер өтінген барлық әндерге ретімен менің арнамда видео сабақтар шығып отырады. Сондықтан барлығын бірінші болып көруге асығыңыз. Қазақтың домбырасын насихаттайтын арнаның 1 миллион подписчикке жетуіне өз үлесіңізді қосыңыз. Менің арнама жаңадан қосылып отырған адамдар үшін тағы да бір нәрсе айта кетейін. Жалпы менің арнамда домбыраны 0-ден бастап ең жоғарғы деңгейге дейін толық тартып үйреткен осындай видео сабақтар бар. Бұл сабақтарда адамдар менен көп сұрайтын сандық нота жазбаша нұсқаны түсінуден бастап, тез қағысты қағу, екі саусақтап тарту, домбыраның жоғарғы жағында ойнау, және ортаны басу деген сияқты қиын нәрселердің барлығы осы видео сабақтарда толықтай түсіндіріліп өткен. Осылай жазып іздесеңіз, менің каналымдағы видео сабақ міндетті түрде шығады. Егер сізге осы нәрселер түсініксіз болса, видео сабақты көріп түсініп алыңыз. Дәл қазір сізге осы видео сабақ түсінікті болу үшін мынаны білсеңіз болғаны, мұқият қараңыз. Жалпы менің түсіндіруім бойынша домбыраның ең жоғарғы жағында тұрған перне бұл 0. Ал мына ақ нүкте тұрған осы бірінші перне. Яғни осыдан басталады, ары қарай 2, 3, 4, 5, 6 болып кете береді. Дәл қазір мен сізге 6-ны бас дегенде 6, 2-ні бас дегенде 2 деген сияқты қай пернені айтсам, сол пернені дұрыс басып отырсаңыз болғаны, қалғанын бәрін үйрену өте оңай. Сізге барлығы түсінікті болды деген ойдамын. Ендеше ең алдымен әдеттегідей әнді бір рет домбырада толық тартып көрсетемін. Жалпы құрылымына, айтылуына мұқият мән беріп тыңдап отырыңыз. Бақшы берегін, дертіме дауа тапшы деп едім. Өтірік күліп өмір сүрем деп, өкініп тұрып жақсы көремін. Көрінген едің шуақтай маған, шөлдесең жаным бұлаққа айналам. Қанша қаншылатса да, сүйгенін бірақ жылатпайды адам. Мен сені құшқан ұлы түн қайда, оның да ертең күні тумай ма? Ес-түссіз сүйген өсер шағыңда ұмыт дейсің бе? Ұмыту қайда? Құшқан ұлы түн қайда, оның да ертең күні тумай ма? Ес-түссіз сүйген есер шағымды ұмыт дейсің бе? Ұмыту қайда? Іңкәр сезімге бөленбей қалам, мұңын шалғайды өлеңдей маған. Жұлдыз көрінсе айдың жанынан, есімің толқып өлердей болам. Түн мені тағы ойға батырды, шығардым жалғыз ойланатынды. Құдайда шебер ұмытпасын деп, аспанға жазып қойған атыңды. Жақсы көрем деп жиі алдайсың ба? Жан тәнің менен сүй алмайсың ба? Менің
жүрегім кешірімді ғой, өз жүрегіңнен ұялмайсың ба? Жақсы көрем деп жиі алдайсың ба? Жан тәнің менен сүйе алмайсың ба? Менің жүрегім кешірімді ғой, өз жүрегіңнен ұялмайсың ба? Мінекей, осындай керемет әнді сіз де домбырадай киелі аспапта толық шырқап үйренгіңіз келсе, міндетті түрде осы видеоны соңына дейін көріңіз. Арнаға тіркелген болсаңыз, ендеше өз жүрегіңнен ұялмайсың ба атты әнді домбыраға салып үйренуді бастайық. Жалпы бұл әнде екі шумақ және екі қайырма бар. Әр шумағы 8 қатардан құралған. Дәл қазір сіз соның 4 қатарын, алғашқы 4 қатарын домбыраға салсаңыз болғаны, қалғанын бәрі қайталау болады. Мұқият тыңдап отырыңыз. Ең бірінші шумағының бірінші қатарындағы сөздер: жанымның жыртып ақ шүберегін. Осы сөздер домбыраға саламыз, мұқият қарап отырыңыз. Ең алдымен жаным деген сөзді біз ашық екі қағыс қағып айтамыз. Ешқандай пердені баспай, екі қағыс. Біздің қағысымыз, айтпақшы, бұл әнде мен жаңа тез қағыста төмен жоғарын ойнадым. Осымен ойнасақ болады, бірақ үйренгенде біз жай үйренеміз. Ол жай қағыс әдеттегідей алма кезек, төмен жоғары, төмен жоғары, төмен жоғары. Үнемі алма кезек қағыс қағып отырамыз. Ендеше бастайық. Ашық екі қағыс. Жанымның жыр деген буындарды енді екінші пернені бірінші саусақпен ұстап тұрып, 3 қағыс қағып айтамыз. Мінекей. Жыр тып деген буынды енді бірінші пернені бірінші саусақпен ұстап тұрып, 1 қағыс қағып айтамыз. Тып. Ақ деген буынды енді 1 қағыс ашық ойнаймыз, ешқандай пернені баспай. Ақ. Ш деген буынды енді тағы да бірінші пернені бірінші саусақпен ұстап 1 қағыс қағып айтамыз. Ш. Б деген буынды екінші пернені екінші саусақпен ұстап тұрып 1 қағыс қағып айтамыз. Б. Келесі ре, г деген буындарды 4-ші пернені кішкентай саусақпен ұстап тұрып айтамыз. Мінекей, ал бас бармақ екінші перненің жоғары жағындағы шекті басып тұра береді осылай. Енді осы жерде тұрып 2 қағыс қағамыз. Ре, г. Және ең соңғы деген буынды айтатын кезде бірінші пернені қайтадан бірінші саусақпен ұстаймыз да 5 қағыс қағамыз. Осылай, сізге түсінікті болды деген ойдамын. Осымен бірінші қатар аяқталды. Бір рет жай толық орындап көрсетемін. Мұқият қарап отырыңыз. Жанымның жыртып ақ шүберегін. Осылай, мінекей, сізге түсінікті болды деген ойдамын. Өте оңай. Бірінші қатар осымен аяқталды. Енді келесі екінші қатар. Дертіме дауа тапшы деме деп едің. Осы сөздерді домбыраға саламыз. Мұқият қарап отырыңыз. Ең алдымен дер деген буынды бірінші пернені бірінші саусақпен ұстап тұрып 1 қағыс қағып айтамыз. Дер. Т деген буынды айтатын кезде екінші пернені екінші саусақпен ұстаймыз да 1 қағыс қағып айтамыз. Т. Ме, да деген буынды енді 4-ші пернені бірінші саусақпен ұстап тұрып айтамыз. 3 қағыс қағамыз. Ме, да. Ва деген буынды енді қайтадан 2-ге қарай жылжып айтамыз. 2-ші пернені бірінші саусақпен ұстаймыз. 1 қағыс. Ва. Келесі тап деген буынды айтатын кезде қайтадан 1-ші пернені бірінші саусақпен ұстаймыз. 1 қағыс. Тап. Ш деген буынды енді 2-ші пернені 1-ші саусақпен ұстаймыз. 1 қағыс. Ш.
деп деген буынды енді қайтадан төртінші пернені бірінші саусақпен ұстап бір қағыс. Деп. Еді деген буынды алтыншы пернені кішкентай саусақпен ұстаймыз, мінекей. Ал бас бармақ төртінші перненің жоғары жағындағы шекті басып тұрады осылай. Және екі қағыс. Еді. Және ең соңғы ің деген буынды созамыз. Оны біз екінші пернені бірінші саусақпен ұстап тұрып, 7 қағыс қағып айтамыз. Осылай. Сізге түсінікті болды деген ойдамын. Мінекей осымен екінші қатар аяқталды. Сізге түсінікті болу үшін бір рет толық жай орындап көрсетемін. Мұқият қарап отырыңыз. Дертіме дауа тапшы деп еді. Жалпы осылай екінші қатарды домбырада түгелдей тартып орындадық. Қайта-қайта тартып жаттап алыңыз. Ал енді келесі ретте үшінші қатардың сөздерін домбыраға саламыз. Ол сөздер өтірік, күліп, өмір сүрсем де. Осы сөздер. Ең алдымен өті деген буынды біз ашық екі қағыс қағып айтамыз. Өті. Келесі рік, кө деген буындарды айтатын кезде жетінші пернені екінші саусақпен ұстаймыз осылай. Және осы жерде тұрып үш қағыс қағамыз. Рік, ліп деген буынды айтатын кезде енді алтыншы пернені бірінші саусақпен ұстаймыз. Бір қағыс. Ліп. Ө деген буынды енді төртінші пернені бірінші саусақпен ұстаймыз. Бір қағыс. Ө. Мір деген буынды енді екінші пернені бірінші саусақпен ұстаймыз. Бір қағыс. Мір. Келесі сө деген буынды айтатын кезде төртінші пернеге қарай жылжимыз бірінші саусақпен. Бір қағыс қағамыз. Сө. Рем деген буынды енді қайтадан жетіге барып айтамыз. Екінші саусақпен ұстаймыз. Бір қағыс. Рем. Және ең соңғы деп деген буынды айтатын кезде алтыншы пернені ұстаймыз бірінші саусақпен. Екі қағыс қағамыз. Деп. Осылай сізге түсінікті болды деген ойдамын. Өте қысқадан нұсқа, барлығы оңай. Енді үшінші қатарды толық бір рет орындап көрсетемін. Мұқият қарап отырыңыз. Өтірік, күліп, өмір сүрем деп. Осылай. Сізге түсінікті болды деген ойдамын. Енді ең соңғы осы төртінші қатарды домбыраға салсаңыз болғаны. Негіз 8 қатар, қалғанын қайталау. Ең соңғы қатарды домбыраға саламыз, мұқият қарап отырыңыз. Ол сөздер өкініп, тұрып, жақсы көремін. Ең алдымен ө деген буынды біз екінші пернені бірінші саусақпен ұстап тұрып, бір қағыс қағып айтамыз. Ө. К деген буынды айтатын кезде ашық, ешқандай пернені баспай, бір қағыс. К. Ніп, тор деген буындарды бірінші пернені бірінші саусақпен ұстап тұрып, үш қағыс қағып айтамыз. Ніп, тор. Ұп, жақсы деген буындарды енді тағы да үш қағыс ашық ойнап айтамыз. Ұп, жақсы. Келесі кө деген буынды бірінші саусақпен бірінші пернені ұстап, бір қағыс. Кө. Ремі деген буындарды екінші пернені бірінші саусақпен екінші саусақпен ұстап тұрып, екі қағыс қағып айтамыз. Ремі. Келесі ін деген буынды созамыз. Тағыдай ашық, ешқандай пернені баспай, екі қағыс ойнаймыз. Және ең соңында ін деген буынды тағы да созып, ортаны ұстаймыз. Жалпы ортаны ұстау деген бұлай. Егер ортаны ұстай алмайтын болсаңыз, сізге ортаны үйрену қиын болса, жай ғана ашық 8 қағыс ойнаймыз. Осылай. Жалпы төртінші қатар түгел тартқанда былай болады. Мұқият қарап отырыңыз. Жақсы көремін.
түсінікті болды деген ойдамын. Осымен сіз әннің алғашқы шумағындағы алғашқы 4 қатарды домбыраға салдыңыз. Енді қалған 4-еуі дәл осы 4 қатарды қайталау болады. Тек сөздерін орын-орнына қойып айтсаңыз болғаны, ал әуен қайталана береді. Ал екінші шумақ, білесіз, іңкәр сезімге бөленбей қалам деп басталады. Бұл екінші шумақ дәл бірінші шумақтың қайталауы. Яғни дәл қазір тартқан 4 қатар әуен қайталана береді, тек сөздерін дұрыстап орнына қойсаңыз болғаны. Сіз осымен әннің куплетін, шумағын домбыраға толық салып қойдыңыз. Құттықтаймын. Мінекей әннің ортасынан асып кеттік. Енді қайырмасындағы 4 қатарды үйренсеңіз болғаны. Осымен ән аяқталады. Егер сіз менің арнама әлі де тіркелмеген болсаңыз, дәл қазір видеоның астында тұрған подписаться деген сөзді басып тіркелуді ұмытпаңыз. Апта сайын осындай қазақша әндерге сіздер өтінген әндердің барлығына мен видео сабақ шығарып отыратын боламын. Барлығын бірінші көру үшін жанында тұрған қоңыраушаны міндетті түрде жағып қойыңыз, сонда сізге хабар келіп отырады. Осындай қазақтың ұлттық өнерін насихаттайтын арнаны қолдап кетіңіз. Егер домбыра үйренгісі келетін достарыңыз, таныстарыңыз болса, менің видеоларымды таратыңыз. Ендеше көп созбай әннің қайырмасын домбыраға салуды бастайық. Жалпы қайырмада 4 қатар, бірінші қатары мен сені құшқан ұлы түн қайда. Осыны домбыраға саламыз. Ең алдымен мен деген буынды біз 9-шы пернені кішкентай саусақпен ұстап тұрып бастаймыз. Бұлай. Ал бас бармақ 7-ші перненің жоғары жағында тұрады. Енді осы жерде бір қағыс. Қайырмада да қағыс үнемі алма кезек. Мен се деген буынды енді 6-шы перненің бірінші саусақпен ұстаймыз. Бір қағыс. Бас бармақ 7-нің жоғары жағында тұра береді, жылжымайды. Се. Келесі ні, қош деген буындарды 7-ші пернені 2-ші саусақпен ұстап тұрып 3 қағыс қағып айтамыз. Ні, қош. Қан деген буынды айтатын кезде енді 6-ші пернені 1-ші саусақпен ұстаймыз, 1 қағыс қағамыз. Қан. О деген буынды енді 4-ші пернені 1-ші саусақпен ұстап тұрып 1 қағыс қағамыз. О. Ла деген буынды айтатын кезде енді 6-ші пернеге қарай жылжимыз 1-ші саусақпен, 1 қағыс. Ла. Келесі түн деген буынды 7-ші пернені 1-ші саусақпен ұстап тұрып 1 қағыс қағып айтамыз. Түн. Келесі ең соңғы қайда деген буынды 9-ші пернені кішкентай саусақпен ұстап тұрып жаңағыдай 2 қағыс қағып айтамыз. Қайда. Келесі ретте қайырманың 2-ші қатарына өтейік. Ол сөздер оның да ертең күні тумай ма. Осы сөздер домбыраға саламыз, мұқият қарап отырыңыз. Ең алдымен оның деген буынды ашық 2 қағыс ойнап айтамыз, ешқандай пернені баспай. Оның да ер деген буындарды 6-ші пернені 1-ші саусақпен ұстап тұрып 3 қағыс қағып айтамыз. Да ер. Тең деген буынды енді 4-ші пернені 1-ші саусақпен ұстап тұрып 1 қағыс қағып айтамыз. Тең. Келесі кө деген буынды 2-ші пернені 1-ші саусақпен ұстап тұрып 1 қағыс қағып айтамыз. Кө. Ні деген буынды енді 4-ші пернені 1-ші саусақпен ұстап тұрып 1 қағыс қағып айтамыз. Ні. Келесі ту деген буынды 6-ші пернені 1-ші саусақпен ұстап тұрып 1 қағыс қағып айтамыз. Ту. Және май, ма деген буындарды 7-ші пернені 2-ші саусақпен ұстап тұрып 2 қағыс қағып айтамыз. Май, ма. Және ең соңғы а деген буынды созып айтамыз. Оны 4-ші пернені 1-ші саусақпен ұстап тұрып 7 қағыс қағып айтамыз. Осылай сізге түсінікті болды деген ойдамын. Жалпы 2-ші қатарды бір рет толық орындап көрсетемін, мұқият қарап отырыңыз. Оның да ертең күні тумай ма. Осылай сізге түсінікті болды деген ойдамын.
Мінекей, сіз жалпы қайырманың екі қатарын домбыраға салып қойдыңыз, қайта-қайта тартып жаттап алыңыз. Енді үшінші қатарға көшейік. Жалпы сөздері үшінші қатардың былай: ес түссіз сүйген есер шағымда. Осыны домбыраға саламыз. Ең алдымен ес деген буынды біз төртінші пернені бірінші саусақпен ұстап тұрып, бір қағыс қағып айтамыз. Ес түс деген буынды айтатын кезде екінші пернені бірінші саусақпен ұстаймыз, бір қағыс. Түс. Сіз сүй деген буындарды төртінші пернені қайтадан ұстаймыз, бірінші саусақпен үш қағыс қағып айтамыз. Сіз сүй. Ген деген буынды енді екінші пернені бірінші саусақпен ұстап тұрып, бір қағыс қағып айтамыз. Ген. Және келесі е деген буынды бірінші саусақпен бірінші пернені ұстап тұрып, бір қағыс қағып айтамыз. Е. Сер деген буынды айтатын кезде енді қайтадан екінші пернені ұстаймыз, бірінші саусақпен бір қағыс. Сер. Және ша деген буынды төртінші пернені бірінші саусақпен ұстап тұрып, бір қағыс қағып айтамыз. Ша. Келесі ғым, да деген буындарды, ғым деген буынды алтыншы пернені кішкентай саусақпен ұстап тұрып айтамыз. Бас бармақ төртінші перненің жоғары жағында тұрады, бір қағыс қағамыз. Ғым. Да деген ең соңғы буынды айтатын кезде екінші пернені бірінші саусақпен ұстап тұрып, екі қағыс қағып айтамыз. Да. Жалпы осылай сізге түсінікті болды деген ойдамын. Үшінші қатар түгел тартып көрсетемін, мұқият қарап отырыңыз. Ес түссіз сүйген есер шағымда. Осылай сізге түсінікті болды деген ойдамын. Ендігі кезекте әннің қайырмасының ең соңғы қатарын ғана домбыраға салсақ болғаны, осы соңғысы, соңына дейін шыдап көріңіз. Жалпы төртінші қатардың сөздері: ұмыт дейсің бе, ұмыту қайда. Өте қысқа, оңай қатар. Ең алдымен о деген буынды екінші пернені бірінші саусақпен ұстап тұрып, бір қағыс қағып айтамыз. О. Мот деген буынды айтатын кезде бір қағыс ашық ойнаймыз. Мот. Дей деген буынды айтатын кезде бірінші пернені бірінші саусақпен ұстап тұрып, бір қағыс қағып айтамыз. Дей. Сің деген буынды айтатын кезде енді екінші пернені екінші саусақпен ұстап тұрып, бір қағыс қағып айтамыз. Сің. Бе деген буынды айтатын кезде бірінші пернені бірінші саусақпен ұстап тұрып, төрт қағыс қағып айтамыз. Бе. Және келесі о деген буынды бір қағыс ашық айтамыз. О. Мату деген буындарды бірінші пернені бірінші саусақпен ұстап тұрып, екі қағыс қағып айтамыз. Мату. Келесі қай деген буынды екінші пернені екінші саусақпен ұстап тұрып, бір қағыс қағып айтамыз. Қай. Және ең соңғы да деген буынды айтатын кезде ашық ортаны ұстаймыз. 8 қағыс. Да. Сізге егер орта түсініксіз болса, жай ғана ешқандай пернені баспай ашық 8 қағыс ойнаймыз. Да. Бұлай да дұрыс болады. Мінекей, сіз жалпы әннің қайырмасын домбыраға түгелдей салып қойдыңыз. Ең соңғы қатарын жай толық орындап көрсетемін, мұқият қарап отырыңыз. Ұмыт дейсің бе, ұмыту қайда. Мінекей, қайырманы да түгел салып қойдыңыз, құттықтаймын. Енді әннің құрылымына, айтылуына мұқият мән беріп тыңдай кетіңіз. 1-2 минут уақытыңызды бөліп, соңына дейін көріңіз. Жалпы әнді жаңа мен видеоның басында әдейі толық тартып көрсеттім. Ең бірінші бізде проигрыш деген нәрсе болады. Ол әуен, жай ғана домбыраны ойнаймыз. Ол әуен дәл қазір үйренген қайырма. Яғни әннің қайырмасын бірінші болып домбырада орындаймыз, сөзін айтпай. Одан кейін бірінші шумақты орындаймыз. Одан кейін қайырма, яғни қайырма, бірінші қайырма. Мен сені құшқан ұлы түн қайда деп басталатын қайырма. 2 рет ойнаймыз оны. Одан кейін екінші шумақты толық айтамыз. Одан кейін екінші қайырма.
Жақсы көрем деп жиі алдайсың ба деп басталатын екінші қайырма, соны 2 рет орындаймыз, немесе 3 рет, 4 рет орындасаңыз да өзіңіз білесіз. Соңында жалпы әнді осылай керемет отырыстарда, көңілді жерлерде айтып, домбыраны тастамай, домбырамен бірге қосып шырқап жүруіңізге тілектеспін, сәттілік тілеймін. Жалпы сізге әннің қағысы туралы да айта кетейін. Үйренген кезде әнді жай алма-кезек үйрендік. Ал егер өзіңіз тарта алатын болсаңыз, негізі бұл әнді төмен, төмен, жоғары осы тез қағысқа салсаңыз өте оңай болады. Жаңа мен видеоның басында осы қағысқа салып тартқан болатынмын. Егер сізге тез қағыс түсініксіз болса, жаңа айтқан менің тез қағысты үйреткен видео сабағымды көріңіз, немесе ең оңай тез қағыс осы төмен, төмен, жоғарыға салып әнді шырқасаңыз өте керемет болады. Сізге барынша түсінікті болу үшін әннің бір шумағын толық домбырада тартып көрсетемін. Жай ойнап көрсетемін, сөзін айтпаймын, тек әуен мұқият тыңдап алыңыз. Жалпы әннің бірінші шумағы, екінші шумағын да әуендері осындай, екеуі бірдей. Сізге қайырмасы да барынша түсінікті болу үшін бір рет әуенін домбырада толық орындап көрсетемін, мұқият тыңдап отырыңыз. Қайырмасы жалпы осындай, сізге түсінікті болды деген ойдамын. Егер сізге тез қағыс түсініксіз болса, дәл осы үйренген жай қағыста, алма-кезек қағыста әнді шырқасаңыз ол да дұрыс болады. Себебі бұл ән өте баяу орындалатын, домбыраның дауысы жай шығу керек, сіздің даусыңыз қатты шығу керек. Сондықтан қандай қағыста ойнағаныңыз қатты маңызды емес. Ең бастысы дұрыс орындасаңыз болғаны, алма-кезек те ойнасаңыз болады, немесе тез қағыс төмен-төмен жоғарыға салып ойнасаңыз да болады. Және ең соңғы А деген буын созылады. Оны біз 6-шы пернеге барып айтамыз. 6-шы пернені бірінші саусақпен ұстаймыз да 5 қағыс қағамыз. Осылай сізге түсінікті болды деген ойдамын. Мінекей бірінші шумақ осымен аяқталды. Және ең соңында әдеттегідей ортаны ұстаймыз. Н деген буынды созып айтамыз. Бірақ бір өзгешелігі ашық болмайды. Сразу біз басамыз даны. Бірінші қағыс ашықты ойнамаймыз. Осылай. Сізге түсінікті болды деген ойдамын. Сонда біз ашықты, ортаны 7 қағыс ойнадық. Осымен жалпы шумақты домбыраға салып үйреніп қойдық. Видеоның соңына дейін көргеніңіз үшін рахмет. Егер менің арнама әлі де тіркелмеген болсаңыз, дәл қазір тіркелуді ұмытпаңыз. Осындай қазақша әндерге видео сабақтар менің арнамда апта сайын үзілмей шығып отырады. Барлығын бірінші болып көруге асығыңыз. Қазақтың домбырасын бірге әлемге танытайық. Видеоның соңына дейін көргеніңіз үшін рахмет. Сау болыңыз.